Саламатсыздар ма, YouTube каналы көрермендері. Бүгін сіздермен балықты бұқтырып пісіру тәсіліменен бөлісетін боламын. Сонымен бізге керегі көкөністер, болгар бұрышы, сәбіз, пияз, сарымсақ. Бұл жерде 1 килограмм сазан балық. Жақсылап тұздап алып, алдын ала тұздап қоямыз. Көкөністерімізді шамалы майға 1-2 минуттан ғана қуырып алатын боламыз. Қатты қуырудың керегі жоқ. Бұқтырған кезде ол жерде пісіп қалады. Осылай майға аунатып дайындап қоямыз. Сонан сазан балығымызды кәдімгі ұнға аунатып, отқа 2 жағын қатты қызартып алатын боламыз. Майды қыздырып, өте қатты қыздырып аламыз да, бұны пісу міндетті емес, өте 2 жағын қызартып алсақ болды. Сосын кішкене май құйып, түбіне балықтарымызды жайғастырып, үстіне жаңағы көкөністерімізді жайғастыратын боламыз. Осылай жайғастырып алып, бір 20 минутта баяу отта бұқтырып алатын боламыз. Міне біздің балығымыз бұқтырылды. Осымен дайын болды. Сіздермен бірге болған Лейла. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып тіркеліп отырыңыздар.